нәсіп болған жоқ қой, Құдай нәсіп. Міне айтып отыр ғой, сен жақсы көргеніңді сала алмайсың тура жолыңа. Бір жақсы көрген адам иманға, исламға келмейді, бауырлар. Құдай қалаған адам ғана келеді. Мың жерден жақсы көр, мың жерден соның иманға келуін қала, Алла қаламады, яғни одан Құдай қаламайды. Ол тәкаппарлық танытты, Құдай не істемейді, оған мұқтаж емес. Аллаху ғаниюн анил алим. Алла ешкімге мұқтаж емес дейді, әлемге мұқтаж емес Алла. Көрдіңіз ба? Бірақ иманды көрдіңіз ба? Ибрахим пайғамбар көкесіне сұраған иманды, Лот әйеліне сұраған иманды, Нұх баласына сұраған иманды, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көкесіне Абу Талибке сұраған иманды Құдай бізге сұрамай беріп қойған. Сұрадыңыздар ма әлде? Ешкім сұраған жоқ. Алла осылай бізге иманды берді, сыйлады. Мына қандай қиналып жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Не деп жатыр? Ертең Аббас келіп айтады, Мұхаммед дейді, қаншама жыл, 8 жасынан бастап осы тұрғанда 50-ге келіп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. 50 жасына дейін неше жыл болды? 42 жыл бойы қызғыштай қорғаған көкең үшін не істей алдың сен дейді, ертең айтады. Не істей алдың сен? Деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, негізі ол асфали дәрки жаханнам, тозақтың ең астыңғы қабатында еді дейді, мүшрик болғандығы үшін. Алла менің себебіммен оны не істеді? Бетіне шығарды дейді, тобығына келетіндей дәрежеде. Қойш, қайтадан бастаймыз оны. Демек, мен бір тілеймін. Не айтып отыр еді? Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның оған несі бар екен? Әйтеуір кішкентай шарафаты бар екен. Бірақ иман жоқ болғаннан кейін еш нәрсе пайда бермейді. Жағаны араб қыл деп атқандарға айтып атқам сол. Иман жоқ болғаннан кейін еш нәрсе пайда бермейді, құрмет жамағат. Не істесең де еш нәрсе пайда бермейді. Бүйткені бұл кілт. Шахадатин ан ла илаха иллаллах ва анна Мұхаммадан Расулуллах деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой. Исламның 5 тірегі бар, оның алғашқы кілті не деді? Ла илаха иллаллах Мұхаммадун Расулуллах деді. Болды. Осы барма сенде аналарында кішкентай кемтілік бола берсін, бәрібір жәннатқа кіресің сен. Мынау жоқ па сенде, неге бүкіл нәрсені істемейсің, бірақ бәрібір не? Далаға кеткен нәрсе болады, пайдасыз болады барлығы. Иман өте маңызды, иман. Міне сол Абу Талиб ешқандай иманға келместен дүниеден өтті. Енді қараңыздар, не болды ма? Намаздың уақыты болды ма? Бар ма? Иә. Сонда қараңыздар, Абу Талиб дүниеден өтті. Араға 3 күн салды ғой, 3 күн. Бір хабарда 3 күн дейді, бір хабарда 3 ай деп айтады. 3 ай салды. Хадиша анамызға айттым ғой, ауырып қалған деп. Хадиша анамыз да төсек тартып қалады. Сөйтеді де о кісі де дүниеден өтеді. Хадиша анамыз, бірақ екеуінің айырмашылығын қараңыз. Мынау иманмен, мынау имансыз кетті. Хадиша анамыз иманмен өткен. Хадиша анамыз жәннаттағы әйелдердің мырзасы. Дүниедегі әйелдердің ойбай, ханшайымы, мырзасы деп ер адам айтады ғой. Әйелдермен көп не алмас. Жәннаттағы әйелдердің несі екен? Ханшайымы. Дүниедегі әйелдердің ханшайымы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әлемде 4 әйел бар дейді, абзал қылынған. Біріншісі кім дейді? Асия анамыз, екіншісі Мариям анамыз, үшіншісі Хадиша анамыз, төртіншісі Фатима анамыз. Біле жүріңіздер иншалла. Асия анамыз, Мариям анамыз, Хадиша анамыз және Фатима, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қызы. Әлемдегі ең абзал қылынған деген сөз шықты ғой, жәннаттың төрінде отыратындар деген.